Қаржылық мониторинг агенттігі Павлодар облысы бойынша департаменті Алматы қаласы мен Павлодар облысы аумағында электрондық тұтыну жүйелері вейптерді заңсыз айналымға шығарумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеруді жүргізуде. Қолданыстағы заңнамамен тыйым салынғанына қарамастан күдікті тұрақты табыс табу мақсатында вейптерді сатудың жүйелі әрі тұрақты схемасын ұйымдастырған. Заңсыз әрекетті жасыру мақсатында дүкендер желісі қайта аталып, ресми түрде кальян өнімдерін сатуға бағытталғандай көрсетілген. Алайда іс жүзінде электрондық тұтыну құрылғылары мен олардың қосалқы бөлшектері сатылған. Тыйым салынған өнімдер Telegram мессенджері арқылы да өткізіліп, курьерлік жеткізу қызметі пайдаланылған. Құпиялықты сақтау үшін жалға алынған орынжайлар, сенімді адамдар және мессенджерлердегі шифрланған байланыс арналары қолданылған. Заңсыз саудадан түскен қаражат қолма-қол түрде де жеке кәсіпкерлердің банк шоттары арқылы да жиналып, кейін қылмыстық топ мүшелері арасында бөлінген. Тінту барысында жалпы құны 711 миллион теңгеден асатын 131 мыңнан астам вейп тәркіленді. Өнімдерді өткізу негізінен жастарға, оның ішінде кәмелетке толмаған мектеп оқушылары мен студенттерге бағытталған. Бұл олардың денсаулығына тікелей қауіп төндірген. Күдікті әшкереленіп, бұлтартпау шарасы қолданылғанына қарамастан, байланысы бар тұлғалар арқылы және қосымша жасырыну шараларын пайдаланып, топтың қызметін үйлестіруді жалғастырған. Қылмыстық жолмен алынған қаражатқа 4 автокөлік пен Алматы қаласындағы элиталық тұрғын үй кешенінен 4 бөлмелі пәтер сатып алынған. Аталған мүлікке тәркілеу мақсатында тыйым салынды. Қылмыстық топтың ұйымдастырушысы мен 5 қатысушысы қамауға алынды. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.